Сәлем достар, бүгін сіздермен үйде бар заттармен тез арада дайын болатын панкейкті дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ал енді қорғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Қантымызды саламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Миксердің көмегімен қантымыз ерігенше миксерлейміз. Миксер жоқ болған жағдайда венчиктің көмегімен де жасауға болады. Осылай аппақ болып көпіріп қанты ерігеннен кейін сұйық майымызды, сүтімізді құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды еліктен өткізіп қосамыз. Қазір етелімізді саламыз. Шым-шым ванилин қосып жіберсеңіздер де әдемі дәм, әдемі иіс береді. Міне осылай бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Түйіршіктей қалмайтындай болуы керек. Міне бізде осындай масса шықты. Осындай қоймалжың масса. Ал енді қызып тұрған табамызда пісіреміз. Осылай шариктер шығып жарыла бастаған кезде екінші бетіне ауыстырамыз. Менде шамалы қызарып кетті, ештеңе етпейді. Асты қызара бастаған кезде алып келесісін пісіріп аламыз. Осылай барлық қамырымызды, яғни қамырлы массамызды осылай салып пісіріп аламыз. Шариктер шығып жарылып жатыр. Екінші бетіне ауыстырамыз. Біздің панкейкілеріміз пісіп шықты. Қалауларыңыз бойынша тәттілерді қосып жесеңіздер болады. Тәтті ұнатпасаңыздар, қаймақ қосып жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.